Ақылды адамның 8 әдеті бар. Бірінші, сұрақ қойып ізденеді. Екінші, күніне кем дегенде 5-6 рет кітап оқиды. Үшінші, өзіңе мотивация беретін нәрсені көп жаса. Төртінші, ақылды адамдармен көп сөйлеседі. Бесінші, дұрыс тамақтанып, миды жақсартады. Алтыншы, бүгін істейтін істі ертеңге қалдырмайды. Жетінші, күнделік толтырады. Сегізінші, алған біліммен бөлісуден ешқашан жалықпайды. Мына 7 жағдайда сөз қозғама. Бірінші, кедей адамның жанында дүние мүлкің туралы. Екінші, науқас адамның қасында денсаулығың туралы. Үшінші, міскіннің алдында күш-қуатың туралы. Төртінші, жолы болмай жүрген кісінің алдында өз жетістігің жайлы. Бесінші, жетімнің алдында ата-анаң туралы. Алтыншы, перзентсіз жанның алдында өз балаларың туралы. Жетінші, қапастағы кісінің жанында өз бостандығың туралы. Абыройлы және беделді азамат болғың келсе, бірінші, жауапкершілікке аса мән беріңіз. Айтқан уәдеде тұрып, істеген ісіңе жауап бере алатындай бол. Ерлік, өзгелер шеше алмайтын мәселелерді сіз шеше беріңіз. Үшінші, жомарт бол. Алуды ғана емес, беруді де біліңіз, қолыңыз ашық болсын. Төртінші, парасатты болыңыз. Сөзіңіз салмақты, дәлелді болып, көп оқыңыз. Бесінші, өз ісіңе шеберлі бол. Біліктілігіңізді үнемі дамытып отырыңыз. Алтыншы, рухани дамыңыз. Ешкімді жамандамаңыз, қайта жақсы жағын айта отырыңыз. Өсек ешкімге абырой әкелмейді. Жетінші, тазалық пен киіміңізге мән беріңіз. Қазір заман киіміне қарап қарсы алатын, сөзіне қарап шығарып салатын заман. Сегізінші, мінезі қисықтың ішінен сұйық. Адамдармен тіл табысып, көңілді жүруді біліңіз. Өмір жасың ұзақ, денің сау болсын десең, осы 6 нәрсені есте сақта. Бірінші, таза ауада көп жүру. Екінші, мөлшермен дұрыс әрі пайдалы тамақтану. Үшінші, қозғалысыңыз көп болсын. Төртінші, дұрыс ұйқы. Өз қалпымен артық та емес, кем де емес. Бесінші, өзіңе дұрыс демалыс сыйлау. Алтыншы, уайым қайғыға түспеу. Адамның бақытын ұрлайтын 3 нәрсе. Бірінші, барыңа шүкіршілік етпеу. Екінші, бүгінгі күннің қадіріне жете алмау. Үшінші, өткенге өкіну. Дүниедегі ең кедей адам ақшасынан басқа ештеңесі жоқ адам. Адамға деген сенімсіздікті жоғалтып алмаңыз. Адамдар мұхит секілді болады. Мұхиттың бірнеше тамшысы ластанғанымен, бүтін мұхиттың ластануы мүмкін емес. Әрекеттеріңіз нәтижесі қандай болатынын алдын ала болжай алмайсың. Бірақ ештеңе істемесең тағы да жеңілесің. Күнің босқа өтеді. Сынға ашық бол. Оның керек жерін ала біл. Бірақ өзіңе деген құрметсіздікке ешқашан жол берме. Ыза мен өкпе өзіңнен басқа ешкімге зиян келтірмейді. Зиян болғаннан да ол сені жай ғана іштей өлтіреді. Сондықтан арғы жағын өзің шеш. Бірдеңе сөйлерден бұрын жақсылап ойлан, себебі адамдар сенің аузыңнан шыққан сөзіңе қарап бәрін біліп отырады. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма. Алдап тапқаның селге кетер, адалдап тапқаның өміріңе жетер. Адамдар осы екеуінің қадірін оны жоғалтқанда ғана біледі. Ол жастық шақ пен денсаулық. Осы екі түрлі адамнан аулақ бол. Сараңнан және көрсек қызардан. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өзгенің қатесін жасыру түн сияқты, ал жақсылығын айту күн сияқты бол. Біреуден міндет естігеннен гөрі таудың шыңындағы жүкті көшіру жеңіл. Қолымнан келмейді деп емес, өмірден ештеңе істеусіз өтіп кетем бе деп қорық. Әркім өз өмірін сапасына өзі ғана жауапты.
Құрметті оқырман, арнаға жазылып ой пікіріңізді қалдырып және де лүпілдеріңізді аямаңыздар.